Мен Жұлдыз тобының тәрбиешісі Ботагөз Тасымбек қызы. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің су құрамын зерттеу. Жұлдыз тобының тәрбиеленушілері Медина тұзбен тәжірибе жасайды, Айлин қантпен тәжірибе жасайды, Еңілік құммен тәжірибе жасайды. Аңсардың анасы Баршын Сабырбек қызы. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз баламыз екеуміз судың құрамын тәжірибе жасаймыз. Балам кәні бірінші тасты алып суға салып көреміз кәні. Ал енді судың құрамы қандай болды? Түсі қандай болды? Түсі ақ. Ақ болып тұр екен, жарайсың. Ал енді біз содаменен лимонды тәжірибе жасап көреміз. Содан аламыз, саламыз. Саламыз, тағы да ал. Енді қасығыңды ұстап тұр. Қасықпен біз лимон қышқылын салып көреміз кәні. Саламыз. Тағы да кішкентай саламыз. Араластырамыз кәні. Араластырамыз. Түсі қандай болды? Ақ. Түсі ақ болды. Қара, суымыз біз қайнап жатыр екен, жарайсың. Ал енді олай болса, мен тәжірибе жасап көрейін. Мына шыны ыдысқа мен су құям. Мына су құйдық. Оған біз қара бұрышты қоямыз кәні. Қара бұрышты сеуіп көрейікші кәні. Сәл бері қой. Араластыр. Жай араластырамыз кәні, жай араластырамыз. Бәрін араластырамыз. Енді оған біз тамыз көреміз кәні. Жоқ, дейді тамыз көреміз. Қасыңды ала тұр. Қасыңды ала тұр. Біз тамыз көреміз кәні. Не істеді бізде? Суымызды ағартып жатыр, ағартты, шет-шетін бәрі бізде кір болып тұр, қоңыр түсті, ашты бұрыштың шет жағына жіберіп қойды. Бүгін біздің тәжірибеміз осы. Еңілік құммен жасайды. Кәні, еңілік. Айлин қантпен жасайды. Айлин қанттың бетін ашады. Медина тұзбен жасайды тәжірибені. Ал балалар, қасығымызды алып, өзі стаканымызға саламыз. Кәні, сала қойыңдар. Тағы да саламыз. Болды. Ал Медина судың түсінде қандай болды? Ақ болды, Ал Айлин суының түсі қандай болды? Ақ. Астында қант еріп кетті, Ал Еңілік сен суының түсі қандай болды? Қара болды, Құм судың астында құм болды, Міне, бүгінгі біздің тәжірибеміз осылай болды. Енді мұнаны істе. Аған салай. Сал, араластыр енді. Болды, Саркош қандай болады екен? Тас қайнайды екен.